Эмоционалдық интеллект дегеніміз мысалы біреуді кекетіп тұрса, мысалы оны түсініп қалады. Мынау әдейі айтып жатыр, мысалы солай. Мынау ықыласы дұрыс емес дейді, мысалы сондай нәрселерді тез түсініп қалатын кісілер. Олардың эмоционалдық интеллекті күшті дамыған. Олар әсіресе былай көп өзінің туысқанымен, достарымен, көршілермен көп араласқан, сондай адамдардың арасында өсіп өнген адамдар, кісілер. Сондай оқушылар, коммуникациясы көп. Сол үшін оның эмоциональный интеллекті дамыған. Оның эмоциональный интеллекті дамымаса, оны біз не дейміз? Оны біз аңғал дейміз, аңқау дейміз, солай дейміз мысалы. Ал критикалық ойлау дамыған, ол мысалы өзінің естіген нәрсесін, оқыған нәрсесін бәрін ойланып, оны тұжырымдап, айтады, мынау рас па екен? Оны неге бұлай айтып тұр? Не үшін? Қалай екен? Ал басқа бір причинасы болуы мүмкін бе мысалы? Сондай әртүрлі подходтарды іздеп, нұсқаларды бәрін қарап, ол осындай бір комплекстік бір жауап іздейді.